Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай сүт кеспе дайындаймыз. Бұны кішкентай балаларға беруге болады. Өте дәмді. Ол үшін бізге су керек, сүт, вермишель, тұз және секер қажет. Міне осы құрамымен дайындаймыз. Суды құямыз. Süt құямыз. Секер саламыз. Тұз саламыз. Барлығын араластырамыз. Сосын су қайнағасын, сүт пен су қайнағасын. Вермишельді салып, барлығын бұлғап пісіріп тұрамыз. Вермишельді саламыз. Араластырып тұрамыз. Бір 8-10 минуттай пісіреміз. Міне, біздің сүт кеспеміз дайын. Ас болсын.